Достар, каналымызға жазылып, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Қазіргі қоғамның өмірін ақшасыз елестету қиын. Ол тауарларды төлеудің басты құралы болып саналады. Көптеген адамдар ақшаның пайда болуын адамзаттың ең ұлы өнертабысы деп санайды. Ақшаның шығу тарихы. Уақыт өте келе заттың құнын затпен төлеу ыңғайсыз екені анықталды. Өйткені заттар мен тағамдардың құны әртүрлі. Күміс пен алтын біздің заманымызға дейін 3-4 мың жыл Мысырда ақша ретінде қызмет етті. Біздің заманымыздан бұрын 12 ғасырда төлемдер үшін алтын сақиналар пайдаланылатын. Мүмкін олардың бастапқы функциясы тек саусақтарды әшекейлеу болған шығар, бірақ кейін олар төлем құралы ретінде қолданыла бастады. Біз қолданатын монета, тиын сөзін римдіктер ойлап тапты. Олар ақшаны басып шығаратын шеберхана ретінде Джуно монетаның ғибадатханасын пайдаланды. Кейінірек ақша басып шығаратын барлық жер монета деген атқа ие болды. Ағылшын нұсқасында бұл сөз mint, ал французша mon деп айтылады. Бұл сөзден money деген сөз шықты. Монеталарды алғаш рет біздің заманымыздан бұрын 7-8 ғасырларда Грекияда қолданды. Заманауи адам үшін әдеттегі қағаз ақша алдымен 8 ғасырда Қытайда пайда болды. Бұл туралы Европаға 1286 жылы Қытайдан келген саяхатшы Марко Поло хабарлады. Алайда қағаз ақша Европада тек 15 ғасырда ғана қолданыла бастады. Алайда алтын өз позицияларын тапсыруға асығар емес. Қағаз банкноттарын Франция, Англия, Америка құрама штаттары және басқа елдер тек 17-19 ғасырларда ғана көшкен. Дегенмен 20 ғасырдағы ғылыми техникалық революция ақшаның эволюциясын ықпал етті. 19 ғасырдағы телеграфтың ойлап табылуы электронды ақшаның дүниеге келуіне себепкер болды. Ол ақша айналымының даму серпілісіне үлкен үлес қосты. 20 ғасырдың басында банк аударымдарының 80% телеграф арқылы жасалды. Уақыт өте пластикалық карталар жасалды. Олар электрондық әмияның бір түрі. Сөйтіп қағаз ақша біртіндеп айналымнан шығарыла бастады. Пластикалық карталардың артықшылықтары көп. Ең басты қағаз ақшаға қарағанда оны қалтада ұстау әлде қайда ыңғайлы. Компьютер мен интернеттің өнертабысы электрондық ақшаның басқа түрі интернет ақшаның өмірге келуіне септігін тигізді. 20 ғасырдың 90 жылдарында интернет пайдаланушыларға үйден шықпай төлемдерді жүзеге асыру мүмкіндік болды. Болашақта қағаз және металл ақшаны электронды ақшамен ауыстырылуы күтілуде. Сонымен қатар, кейбір сарапшылардың пікірінше, алдағы 10 жылдықта мемлекеттер бірыңғай әлемдік валютаға көшіп, халықаралық сауда процестері жеңілдейді. Сондай-ақ, болашақта пластикалық карталарға да қажеттілік болмайтын сияқты. Төлемдер адамның саусақ іздері немесе көздің бейнесі арқылы жүзеге асады деген тұжырым бар. Достар, каналға жазылып, лайк, комментарий басыңыздар.